басында енді жастық кезінде ол агрессия, кәдімгі агрессия болды да, барам, ой, Аллах жолында өліміміз келді. Шахид дейді, шахид болғанда. Төрт бала бірінші тұрды да. Содан кейін уже телефонмен группа уже бәрі. Әрбір жақтан да балалардың бірі Ақтөбе, Атырау, Уральск. Сол жақтан болды да, Ақтаудан. По телефону цепочкамен кеттік қой, по цепочкамен. Әділбек Бекқұлов, Атырау облысының тумасы. Сот үкімімен 15 жылға сотталды. Өзім тамым бар еді соққан. Сол тамыма келді де, сөйтіп айтты маған, осы сенің үйің қолма деді. Мына бұлар қайындайсың деді. Мына сенің подельниктерің болады деді. Сол үйге барып атысқанда олар. Неде бар, ДВД-ға барған, ДВД-мен атысқан, қалада гаишниктермен атысқан, вообще бәрінен болған да. Тергеу мәліметтеріне сүйенсек, 2012 жылы радикалды идеологияға шаталған жерлестеріміз еліміздің батыс өңірінде террористік топтар құрып, Сирия, Ауғанстан, Пәкістан аймағындағы лаңкестермен байланыс орнатпақ болған. Күштік құрылымдардың ғимаратына шабуыл жоспарлап, арнайы операция кезінде бірнеше бүлікшінің көзі жойылды. Тұтқындалған 16 адамға терроризмді насихаттап, террор жасауға жария түрде шақырып, лаңкестік топ құрды және оған басшылық етті, қызметіне қатысып, қаржыландырды деген айыптар тағылды. Біздің подельник вообще болған 26 адам болды, 10 адам уже сол жерде не болды, өлді. 16-мыз қалдық, 16-мыз сотталдық қой. Неміз болды, әміріміз болды ғой. Сол әмірімізге ол кетіп қалды ғой. Біздің подельник болды, ол ұсталған жоқ та, сол жаққа кетіп қалды Сирияға. Сол бізді тартпақшы болды да, сол жаққа. Сол кетпекші болған. Ол кезде 2012-де 300 мың теңге сондай ақшадан аудардық да әрбір счеттарына. Сириядан ұсталып келген балалар. Сол бізбен бірге отты ғой. Сол көріп, ана жақтан айтты да, көрдік біз балалар деп. Олар қыдырып жүр, ана жақта әрі-бері сен ақшалап жібересіңдер ғой. Бәрі қыдырып жүр деді сол жақта. Өз-көздеріне көріп, келіп айтты да бізге. Содан кейін біз таң қалдық та. Бас кетеді, сондай болды да мұның ана жерде. Неправильно, дұрыс емес қой ол. Өмір зая кетті 14 жыл. Бәрінен өше қайттым мен, әрбір 14 жылға шашадым мен, әрбір оны біреуден скрывать етіп, біреуден істеп, айтпай, оны керек емес та маған. 14 жыл менде өкініш болды да, кәдімгі. Мама, сізді мен сағындым. Осы істеген заттарым бәріне өкінем. Мені кешіріңіз, мама. Енді Аллах насip етсе 14 жылдан жетем ба, Аллах насip үйге немере сүйдіріп, сіздің қасыңызда болып, сізді арман болса қажылыққа апарып, сүйдім мама сізді, қатты сағындым сізді. Ойбай анам баласы террорист баласы келді, анау айтады ғой, оны айтпайды емес. Ендігі жастарға да айтарым, көп лекциялар тыңдамаңдар, адасатын лекциялар тыңдап, біз сияқты мына жерге келіп, өкініп істемеңдер деп. Жылам келіп отырам. Радикалды вирус менің ойыма оңай кірді. Және де сол вирусты шығарушы мен 15 жылымды осы жерге бердім. Мен мемлекет алдында істеген қылмысыма өкінемін. Және де ата-анамнан да кешірім сұраймын.